Тредстегі мына бір ветканы оқып, мен от души күліп алдым. Білесіздер ма, неге адамдар ағылшын тілін оқыған кезде уже агрессияға дейін барады, уже боқтауға дейін барады да, уже амал жоқ болып кетеді. Потому что вроде сен үйреніп жүрсің ағылшын тілін, бірақ дұрыс сөйлей алмайсың. Вроде сөз жаттап жатырсың, бірақ саған именно керек сөз аузыңа түспейді ғой. Или бір барасың, тастап кетесің, келесі жыл бастасаң, қайттан сол деңгейден бастайсың. То есть вечно начинающий синдромның арасында айналып жүресің ғой. Либо вечно elementary, либо вечно pre-intermediate. Жалпы бұның бірнеше себебі бар. Мен екеуін сізге айтып берейін. Егер сіз ағылшын тілін тупо жаттайтын болсаңыз, сіз ағылшын тілін ешқашан үйренбейсіз. Яғни тілді логикаға салып үйрену керек. Ешқандай шақтыда только формуласын тупо жаттамау керек, оның логикасын түсіну керек. Мысалы, бүкіл continuous шақтарында процесс бар. Past continuous па, мен кеше күні бойы үй жинадым. Future continuous па, мен ертең күні бойы Дубайда пляжда жатамын. То есть осындай процесстің барлығы continuous, значит ing жалғанады деген сияқты логикаға кішкене сүйену керек. Сол кезде сіз оны ұмытпайсыз да и өзіңіздің сөйлеуіңізде қолдана аласыз. Екінші нәрсе дедлайн беру. То есть өмір бойы оқып жүрмей, өзіңіздің 3 айыңызды немесе 5 айыңызда ағылшын тіліне конкретно арнасаңыз, сіз спокойно сөйлейсіз. Вечно начинающий синдром да сізде болмайды, бір жеріңіз шығып кетпейді, короче, мынау веткадағыдай. Сол үшін ағылшын тілін логикаға салып, оңай үйренгіңіз келсе, менің парақшама тіркеліп қойыңыз. Мұнда пайдалы ақпараттар өте көп.